Фокус аралығы 80 сантиметр, жинағыш линза көмегімен алынған шын кескін мен дене арақашықтығы 5 метр болса, кескіннің линзадан қашықтығы. Сонымен бізде жинағыш линза 1 бөлу F тең 1 бөлуді қосу 1 бөлу F. F үлкен фокус аралығы ол 80 сантиметр. D дененің линзадан қашықтығы. Міне мынау D бізде. F кескін линзадан қашықтығы. Мынау F. Міне осыларды бізге тапсақ есеп шығады. Фокус аралығы 80 сантиметр. Жинағыш линза көмегімен алынған шын кескін мен дене арақашықтығы 5 метр. Яғни кескін мен дененің арақашықтығы D қосу F болады ғой. Тең болады 5. Қосындысы 5 болады. Осы жерде тағы да шын кескін фокус аралығы 80 сантиметр. Жинағыш линза көмегімен алынған шын кескін мен дене арақашықтығы. Негізі бізде жүйе пайда болады да, мына 1 бөлу 80 сантиметр, ол бізде 80 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. Мынау қысқарады, минус 1 болады, ол үстіне 10 болып шығады, 8-ден 10. Қысқарса, мына жақ 5, мына жақ 4 болады. Сонда бізде теңдеулер жүйесі пайда болады. Теңдеулер жүйесі пайда болады. Соны шешкен кезде бізде былай болады. F тең 5 азайту D болады. Содан кейін мынаны қоятын болсақ, 1 бөлу D қосу 1 бөлу 5 азайту D тең болады 4-тен 5. Реттестіргіш 4D 5 азайту D болады. 5 азайту D болады. Мынамен D қысқарады. 4, 5 азайту D. Қосу 5 азайтуды қысқарады да, мына жақ 4D болады. Тең болады, мына жақта 4 қысқарады, 5D, 5 азайту D болады. 20 азайту 4D қосу 4D тең болады 25D азайту 5D квадрат. Мынау қысқарады, минус 5D квадрат, мында 5D квадрат болады. Азайту 25D қосу 20 тең 0 болады. Бәрін 5-ке бөлем, кәдімгі дискриминант шығып кетеді. D квадрат 5D қосу 4 тең 0. Дискриминанттан бізде 25 азайту 16 тең болады 9. D1 2. D1 2 бізде жаңағы не болады? 5 плюс минус 3 бөлу 2. 5 азайту 3, 2, 2-ні 2-ке бөлем 1, 5-ті 3-ке бөлем қосам 8, 4. Осы жерде қызықты жағдай пайда болады. Егер D 1 болса, F деген бізде 4 болады. Ал егер D 4 болса, F деген бізде 1 болады. Не істейміз? Не істейміз деген жақсы сұрақ туындайды. Варианттарына қарасақ, шынымен де оқушы керісінше таңдаған екі ойлы сұрақ. Осындай кезде суретін салып көрейік. Мүмкін көмектесер бізге суреті. Сонда бірінші мына жақ бізде 80 сантиметр деген, ол деген 0,8 болады ғой. Мінеки 0,8 фокус аралығы. Бұл жинағыш линза. Егер D 1 болса, сонда фокус аралығы мен 0,8 болса, мына жерде 1 деген мінеки мына жерде тұрады. Осы жерде дене тұрады да. Сонымен ол денені біз аламыз да былай, сосын міне былай қосамыз. Содан кейін мінеки мынаны былай қосамыз. Сосын мынандай кескін шығады. Және ол қарап тұрсақ мүмкін кескін болады. Мінеки. Сонда деген мына жер бізде 1 метр, мына жер бізде 4 метр дейтін дейші. Сонда бізде және мына жақта соны дұрыс жауап деп тұр. Енді екінші сурет салып көрейік. Екінші сурет қалай болады екен? Екінші сурет.
Ол кезде былай болады. Мінекей жинағыш линза. Мына жермен 0,8 фокус аралығы болса, мынандай жер 0,8 болса, бізде 4 деген енді бүйтіп 1, 2, 3, 4. Сызғыштарың болса керемет болады бұндай кездеші. Сонымен оны былай қосамыз. Мінекей. Былай қосамыз. Содан кейін былай қосамыз. Ол да мүмкін. Мынау енді болмайтын сұрақ, мынау өйткені екі жауапты дұрыс деуге болады. Мына жақ бізде 4 метр болса, мына жер 1 метр шыға алады. Мәтінде тағы бір фокус аралығы 80 сантиметр жинағыш линза көмегімен алынған шын кескін. Екеуі де шын кескін болады. Бірақ мынау үлкейтілген, мынау кішірейтілген, бірақ ол туралы айтылмаған. Апелляция, яғни шынымен де өте жаман сұрақ, себебі оқушының жауап берген 1 метр 4 метрде қате емес, дұрыс деп тұрған 4 метр 1 метр оды да қате емес. Сондай жағдай, яғни апелляцияға беретін жағдай, жалпы есеп осылай шығады. Өйткені мына оқушының жауабы қате емес. Және нұсқаның өз жауабы да қате емес. Ешқайсысы қате емес мына жерде. Апелляция беріледі және ол қанағаттандырылады.